Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қыстық керемет салаттардың бірі лечо салатын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Кез келген тамақпен, нанмен жесе де өте дәмді болады. Міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі қажетті заттарды дайындаймыз. Бізге қызанақ қажет. Қызанақты жақсылап жуып тазартып аламыз және артық жерлерін алып тастап, дәл осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей барлығын бөліп алдық. Енді осы бөлінген помидорларды ет тарқыштан, яғни мясорубкадан өткізіп аламыз. Өткізілген согымызды үлкен ыдысқа құйып аламыз. Барлығын құйып алғаннан кейін отымызға қоямыз. Ал сол аралықта сарымсақты да, қызыл бұрышты да ашып мясорубкадан өткізіп аламыз. Енді бізге қызыл болгар бұрышы қажет болады. Жақсылап жуып тазаланғандарды осылай бөліктерге бөліп, төртбұрышты қылып турап аламыз. Менде шамамен 2 килограммдай қызыл болгар бұрышы кетті. Мінекей барлығын дайындап алдық. Ал енді кезекте біздің қызанағымыз қайнады. Бір орташа отта жарты сағат көлемінде басып қайнататын боламыз. Енді бізге пияз қажет болады. Пиязды ашып болғаннан кейін ұсақтап, майдалап, осылай жіңішке қылып турап, алдын ала осылай дайындап аламыз. Содан соң 5-6 данадай болгар бұрышы қажет. Оны да дәл осылай жіңішке қылып тураймыз. Кішкене ерекшелеу болып көрінсін. Дәл осылай барлығын турап аламыз. Енді бізге мінекей барлық қуыратын заттарымыз дайын. Қызанағымыз да қайнап жатыр. Банкаларымызды міндетті түрде стерилдеп аламыз. Енді қазанымызды отқа қойып, қыздырып, үстіне сұйық майымызды құйып аламыз. Сұйық май қызғаннан кейін пиязымызды салып, сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Содан соң көк болгар бұрышын қосамыз. Оны да жақсылап екеуін бірге біріктіріп, 1-2 минут шамасында қуырып аламыз. Одан соң қызыл болгар бұрышын қосамыз да барлығын жақсылап араластырып, 4-5 минут шамасында қуырып аламыз. Қараңыздар, біздің болгар бұрышымыз жылтырап, әдемі болады. Қараңыздар, барлығын осылай қуырып аламыз. Менің қазаным кішкентай болған соң үлкен ыдысқа барлығын құйып алдым. Қараңыздар, біздің барлық заттарымыз жақсылап қуырылып, әдемі болып шықты. Енді осының үстіне бағанағы қайнаған қызанағымызды құйып алатын боламыз. Кішкене жарты сағат көлемінде қайнап қоюланады. Мінекей осылай енді барлығын қосып қайтадан қайнататын боламыз. Барлығы жайлап қайнай бастаған кезде осылай жақсылап араластырып отырыңыздар. Міндетті түрде енді татымына қарай тұзымызды саламыз, татымына қарай қантымызды саламыз және укропты осылай турап алдын ала дайындап аламыз. 10 минут шамасында жаңағы салатымызды қайнатамыз. 10 минут қайнап болғаннан кейін сарымсақты қосамыз үстіне, содан соң укропты қосамыз және 1 шай қасықтың көмегімен уксусты қосып, 72% уксусты қосып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да бір 10-15 минут шамасында қайнатамыз. Қалауларыңызша осындай ұсақ ірі қара бұрыштарды қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей барлығын жақсылап осылай қайнатып аламыз. Біздің салатымыз дайын. Қараңыздар, өте дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде стерилден кейін банкілерге құйып, жақсылап крышкасын тексеріп, жақсылап мықтап бекітіп жауып алатын боламыз. Және 1 күн көлемінде төңкеріп қалдыратын боламыз. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамындағы заттарын төменде описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.